Сәлематсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Өзен өлеңі». Сабағымыздың мақсаттары өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Қолдануға, практикалық бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Енді оқушылар, өзен дегеніміз не? Өзен қалай пайда болады? Сол туралы білгілеріңіз келсе, төмендегі бейнероликке назар аударыңыздар. Жер бетіндегі өзендер барша тіршіліктің алтын арқауы болып табылады. Соның ішінде адамзат та бар. Азық-түлік, суландыру, тасымалдау, энергия мен демалыс барлығы да әлемде өзендер арқылы жүзеге асады. Өзендердің көбісі басын биіктен, тау шыңдарынан алады. Тау шыңдары мұздықтар қоймасы. Сонымен қоса, ақыры шыңдарға соғылып, жауын-шашынға айналатын бұлтты басына үйіріп отырады. Мұздықтардан еріген су мен жаңбыр қосылып, кішігірім жыраларға жиналады. Соңында салалар пайда болып, олар өзі сияқты көптеген салалармен қосылып, өзеннің негізгі арнасына немесе үлкенірек салаға құяды. Ағынды су қатты немесе жұмсақ жыныстар арқылы өткенде, жұмсақ жыныстардың тезірек бұзылатыны белгілі. Жол бойы қосылған тау жыныстары мен шөгінділер төменде жатқан жыныстарды көп, соның әсерінен сарқырама пайда болады. Миллиондаған жылдар ішінде төмен құлау биіктігі экстремалды болып келуі мүмкін. Тау етегіндегі көп салалар бір-бірімен қосылады. Және жазыққа шыққан сайын малта тастар мен тұмбаларды арна түбіне тастап, ағысы баяулайды. Өз жолында ол басқа үлкен өзендермен қосылып, Амазонка сияқты алып өзен жүйесін құралады. Не алды тосылып, ағатын жер таппай, жерге сіңіп кеуіп кетеді. Көп жағдайларда өзен бірнеше арнасы бар өтпелі жер бөлігі атырауы арқылы тұщы суын мұхитқа құяды. Бірақ ғаламшарымыздағы үлкен өзендердің кейбірі басқа жолмен қалыптасқан. Амазонка, Оңтүстік Америка. Жердегі ең ірі өзен су орын Анд тауларынан, сондай-ақ үлкен су жинау алабынан алады. Оңтүстік Американың 40% қамтитын 1100-ден аса өзендер Амазонка алабы арқылы өтеді. Және 7 миллион шаршы километр аймақталады. Әлемдік өзен ағынның 5/1 алатын Амазонка осы себепті өте ауқымды болып табылады. Қандай жолмен пайда болса да, өзендер жердің су айналымы, экологиялық тепе-теңдік пен тіршілігімізді сақтауда аса зор маңызға ие. Жақсы оқушылар, енді әрі қарай Ыбырай Алтынсарин туралы, яғни өлеңнің автор туралы есімізге түсірейік. Ыбырай Алтынсарин, шын аты Ибрахим. Ол қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Енді оқушылар, өзен өлеңін оқулықтан жақсылап түсініп оқып алыңыздар.